Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Болтай Батыр атындағы шағын орталықты орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сәрсенбекова Гүлнара Жексенқызы. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбым сынып 6 сынып пәні қазақ әдебиеті. Тарауы: мен балаң жарық күнде сәуле қуған. Сабақтың тақырыбы: оралған бөкей, тортай мінер ақбозат. Оқу мақсаты 6-3-2-1. Кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру. Сабақ мақсаттары: шығармадағы басты кейіпкердің образын ашады. Шығармадағы кейіпкерлер портретін іс-әрекет арқылы анықтайды. Шығармадағы кейіпкерлер образын іс-әрекет арқылы ажыратып, заманауи кейіпкерлермен байланыстырады. Бағалау критерийі: шығармадағы кейіпкерлер портретін ашады, кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын салыстырады, баға береді, заманауи кейіпкерлермен байланыстырады. Олай болса, балалар, тортай бейнесіне талдау жасап көрейік. Бірінші, сыртқы бейнесі; екінші, әлеуметтік жағдайы; үшінші, мінезі; төртінші, іс-әрекеті; бесінші, қызығушылығы. Сыртқы бейнесі: қой аузынан шөп алмас, жуас, құлағының сәл мүкісі бар жасқаншақ бала. Әлеуметтік жағдайы: әке-шешесінен ерте айырылып, алыстан қосылып, аталастар есігінде жүретін. Мінезі: ақкөңіл, еңбекқор, көп сөйлемейтін бала. Іс-әрекеті: таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи береді. Қызығушылығы: кітапты талғамсыз оқиды, ертегі айтқанды жақсы көреді. Олай болса, оқушылар, осы тапсырманың дескрипторы. Іс-әрекет арқылы кейіпкердің образын ашады, кейіпкер образын талдайды, мінездеме береді. Осы тапсырмаға 3 балдық жүйе қойылады. Келесі тапсырма: балалар, неліктен де басталатын сұрақтарға жауап бере отырып, кейіпкерлерге мінездеме берейік. Неліктен тортай Орашты жақсы көретін еді? Неліктен Ораш тортай мінер ақбозат менің тақымымда кеткендей еді дейді? Неліктен тортай менің маңдайыма көк өгіз жазылған дейді? Неліктен Ораш тортайды да ақбозатты да ұмытты? Сұрақтарға мынадай жауаптар беруге болады екен. Бірінші, тортай Орашты не үшін жақсы көрді? Аталас болғаны үшін, әкесі бақуатты болғаны үшін, және тілалғыш бала болғаны үшін. Екінші, Ораш тортай мінер ақбозат менің тақымымда кеткендей еді дейді. Себебі Ораш белгілі жазушы болады. Тортайдың арманы да сол еді. Үшінші, тортай менің маңдайыма көк өгіз жазылған дейді. Себебі тортайдың оқуға жағдайы келмейді. Мал бағып күнін көріп жүрді. Төртінші, Ораш тортайды да ақбозатты да ұмытты. Содан бері көп жылдар өткендіктен ұмытқан болатын. Осы тапсырманың дескрипторы. Сұрақтарға жауап береді, кейіпкер образын дәйектейді, баға береді. Бұл тапсырмаға 3 балл қойылады. Келесі тапсырма: оқушылар, бүгінгі балалар мен тортайдың арман мақсаттарын салыстыра отырып баға берейік. Тортай неге қызығады, нені армандайды? Бүгінгі балалар неге қызығады, нені армандайды? Тортай неге қызығады? Кез келген кітаптарды оқуға қызығады. Нені армандайды? Алматыға барып, оқуын жалғастырып, кітап жазғысы келеді. Бүгінгі балалар ұялы телефонға, ғаламтор желісіне кіруге қызығады. Нені армандайды? Шет елге оқып, депутат болуды армандайды деп ойлаймын. Осы тапсырманың дескрипторы. Өз ойларын нақты жеткізеді, дәлелдер келтіреді, өмірмен байланыстырады. Бұл тапсырмаға 4 балл қойылады. Байланыс: білім пирамидасы. Бірінші, мен білген 4 мәлімет. Екінші, мені қызықтырған 3 ақпарат. Үшінші, менің көбірек білгім келетін 2 мәлімет. Төртінші, есте сақтайтын ең қажет ақпарат. Осы сұрақтарға жауап беруді өтінемін. Тапсырма: жусан иісіндегі аян мен тортай мінер ақбозаттағы тортайды салыстырып, оларға тән ерекшелік пен ұқсастықтарын анықтайық. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.